Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай мини әдемі заколка жасайтын боламыз. Бұндай заколка кез келген жастағы қыздарға сай келеді. Осындай пайдалы видеоларды көргіңіз келсе, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: мата, ине жіп, заколка, осындай автомат, қайшы және клей пистолет қажет болады. Тігін машинкасы міндетті түрде емес, қолмен тігуге де болады. Ең алдымен бізге осындай 3 өлшемді мата керек. Яғни бірінші өлшеміміз 20-14, екінші ұзын матамыз 25-те, ені 14 см. Видеода мұқият барынша көрсетуге тырыстым. Енді үшінші бөлік кішкентай ғана матамыз, ұзындығы 10 см, ені менде 6,5 см шықты, 7 см алуға да болады. Енді тігілу барысына көшеміз. Яғни ең бірінші біз осы кішкентай матадан бастаймыз. Ұзындық жағынан ұзын бір тігіспен тігіп шығамыз. Келесі матада да дәл солай ұзындық жағын бір-біріне қаратып тігетін боламыз. Тігісіне келетін болсақ, үш жағынан тігіс түсіреміз және ортасынан кішкентай ғана оң қарататын жер қалдырамыз. Енді ұзын матаны енін бір-біріне қаратамыз да енінен ұзын тігіс түсіреміз. Мінекей мен ең кіші матадан бастадым. Ең кіші матаның ұзын жағынан бір тігіс тігіп шығатын боламыз. Видео түсінікті болатын болса, міндетті түрде кері байланыс ретінде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі матамызды жаңа айтқанымдай үш жағынан тігіс түсіреміз, бірақ ұзын жағындағы тігістің дәл ортасынан кішкентай ғана орын қалдырып кетеміз. Мен тігіп бастадым. Мінекей ең бірінші ені жағынан, одан кейін ұзындық жағынан біраз тігіс жүргіздім де, ортасынан кішкене ғана орын қалдырып кеттім. Енді келесі жағын тігіп, сонымен кесіп алатын боламыз. Енді менде үшінші матада қазір мұқият болыңыздар. Негізі дәл үшінші матаны тіккен кезде скранч резинканың техникасымен тігетін боламыз. Яғни мінекей енін бір-біріне қаратып, ұзын бір тігіс түсіріп аламыз. Бұл жерде менде ортасына өзімнің этикеткамды тіккен болатынмын. Видеода көрініп қалуы мүмкін. Арасына мінекей розовый лентамен мен өз этикеткамды тіктім. Енді келесі біз скранч резинканың техникасымен осылай тігіс түсірген жерімізді ортасына әкеліп аламыз да, жаңағы екі ашық тұрған жағын, яғни бірінші осылай ішкі қабатын бір-біріне қаратамыз да, сыртында қалған матаны тігетін боламыз. Мінекей видеода мұқият қарасаңыздар көрінеді. Не болмаса менің видеоларымның ішінде скранч резинка тігіп көрсеткен болатынмын. Сол видеоны қарасаңыздар болады. Енді біз оны айналдыра отырып тігетін боламыз. Қазір барынша сіздерге түсінікті етіп көрсетуге тырысамын. Мінекей мен уже инені кіргізіп тіге бастадым. Және осы жерде тігіс бітейін деген кезде осы ішкі жағында тұрған матаны өзіңізге қарай тартып, осы тігіс басталған жерге дейін айналдыра тігіп шығатын боламыз. Және тігіс басталған жерден тігіс аяқталған жермен екеуінің арасынан кішкене ғана орын қалдырамыз. Бізге оң қарату үшін керек болады. Мінекей мен жаңағы тігіс бастаған жерге дейін жеттім, кішкентай ғана жер қалды. Енді осы жерден қазір оң қарататын ғана жер қалдырамын да, қалған жерін тігіп, закрепка беретін боламын. Мінекей бір саусақтай, екі саусақтай сиятын орын қалдырып, тігісімнің соңғы жағына закрепка беріп, тігісті аяқтайтын боламын. Видеоны түсініксіз болатын болса, скранч резинканың видеосын міндетті түрде қарап шығыңыздар. Сол жерде барлығы мұқият көрсетілген болатын. Мінекей мен тігіп бітірдім. Енді маталарымызды оң қарататын боламыз. Жаңағы матамыз, яғни айналдыра әкеліп тіккен кезде сыртынан кішкентай ғана тігіс түсіретін ғана жер қалатын болады. Яғни бұл жерді көрінбейтін тігіспен тігуге болады, не болмаса тікпей дәл ортасына қалдырсаңыз да болады. Өйткені бұл жер көрінбей ішінде ортасында қалып кететін болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай кішкентай ғана жер қалды. Енді бұл біздің заколкамыздың жоғарғы бөлігі. Енді осының астында тұратын екінші бөлігін оң қаратып шығатын боламыз. Мінекей жоғарғы бөлігі бантик сияқты болып тұрады. Енді артық жіптерінің барлығын қиып тастаймыз да, ортаңғы бөлігін жаңағы ортасына кішкентай ғана жер қалдырдық. Сол жерден оң қаратып алатын боламыз. Одан кейін үшінші матамызды да оң қаратып,
ары қарай заколканы құрастыруға, жинауға кірісетін боламыз. Мінекей 3 матамыз да бірдей оң қаратылды. Енді жаңағы тігілмей қалған жер дәл ортасына әкелеміз де бантиктің формасына келтіреміз. Мінекей барынша ыңғайлы етіп өздеріңізге ортасын жиырып бантиктің формасына келтіргеннен кейін бізге жұмыс жасауға оңай болу үшін осылай жіптің көмегімен тартып орап шығамыз. Бұл бізде бантигіміздің формасы жоғалып кетпей, жылжып кетпей, сенімді тұру үшін осылай жіптің көмегімен жақсылап 2-3 рет орап, жақсылап тартып қойсаңыздар, байлаудың да қажет етпейді. Енді келесі бөлік матамызды да дәл ортасынан жаңағы кішкене тігіс қалып кеткен жер бар ғой, тікпей қалдырып кеткен жер. Дәл сол жерді ортасында қалдырған болатынбыз. Сол жерді де тігудің қажеті жоқ, осылай дәл ортасында тесік қалатын болса, сол жерді осылай жаңағы бантикті жасағандағыдай етіп жоғарғы бөлікке жіптің көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай тағы да орап шығатын боламыз. Яғни бантигіміз ешқандай да қолайсыздықты тудырмай бізге жұмыс жасауға өте ыңғайлы жағдай жасайтын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай матаның тұсымен түстес жіппен 3-4 мәрте жақсылап тартып тұрып орап шықтым. Енді бізде ең кішкентай матамызбен ары қарай заколканы осы бантигімізге жабыстыратын боламыз. Енді уже бізге клей пистолет қажет болады. Және ең бірінші біз бантикке матамызды жабыстырамыз. Матамыздың тігіс түскен жерін төменге қаратып, тігіс түскен жерін жабыстыратын боламыз. Бірінші осы матаны жабыстырып аламыз. Келесі бізде заколка ыңғайлы болу үшін осылай ортасындағы темірді алып тастайтын боламыз. Клей пистолетті матаның үстіне ұзынша етіп жағып, оның үстіне заколкамызды жабыстырамыз. Біраз күтеміз. Ыстық клеймен жұмыс жасағанда барынша мұқият болыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Жаңағы ұзынша матамызды заколканың бантигіміздің астынан әкеліп жоғарға қарай тартатын боламыз. Барынша тартып жасаған дұрыс. Және екінші ұшын кішкене ішке қарай қайтарып жібереміз. Өйткені артық тігіс тігілмеген жерлері бізге көрінбей тұру керек. Енді заколканың үстінен тағы клей жағып, барынша жаңағы матамызды тартып, заколканың темірін жабуға тырысамыз. Мінекей мен барынша жаптым. Кішкене клей сыртқа көрініңкіреді. Оны қазір мен ине жіптің көмегімен барынша тартып, велюр мата созылатын мата болғандықтан барынша тартып, оны клейді де көрсетпей жіберемін. Мінекей алдыңғы жағы көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны қазір матаның тұсымен түстес жіппен көрінбейтін тігіс жасап тігіп тастайтын боламын. Видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, мені қолдай кетіңіз. Қол өнерді жақсы көретін ханымдарға осы видеоны міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыздар. Мұндай заколкаларды үйдегі жатқан кез келген қалдық матадан жасап алуға болады. Осы заколканың өзі 1000-1500 теңгеден базарда сатылады, бірақ качествосы дәл өзіңіз жасап алғандай болып шықпайды. Сол себепті барынша сапалы етіп, көпке шыдайтындай етіп өздеріңіз жасап алсаңыздар қандай керемет. Бұдан басқа менде резинканың, басқа екінші заколканың түрлері және бірнеше түрлі ободоктардың видеолары бар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде менің инстаграм парақшама бөлісе кетіңіздер. Алдағы уақытта каналымнан өте керемет тегін мастер-класстарды көре алатын боласыздар. Мінекей менің заколкам бітуіне шақ қалды. Ең соңғы тігісін тігіп, түйіндеп, сонымен біздің заколкамыз дайын болады. Түйіндеп болғаннан кейін заколкамыздың ортаңғы темірін оңай қалай кіргізу керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен заколкамыздың бантиктерін әдемілеп формаларын келтіріп, ыстық клейдің қалдықтарын алып, жақсылап жайғастырып, дұрыстап алғаннан кейін жаңағы заколканың ортасындағы темірді салатын боламыз. Ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші автомат жерін кіргізіп, одан кейін артқы бөлігін оп-оңай кіргізіп салуға болады. Мінекей біздің заколкамыз дайын, өте әдемі. Түсі де бірден көзге түсетіндей және шашқа таққан кезде де өте сүйкімді болып тұратын заколка болып шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Айгерім.